Hay canım bak. Apa gelmiş men kasıma. Men kasıma gelmişsin. Men de sizin 6. nemeniz bolup durayım. Mana ben de apa bir aytadı. Analar biyik tördösüңдөр. Kızıkta, şıжыкта көргөнсүңдөр. Ақшаулықта аналарым аман болса, әлі талай ол қызды терберсіңдер. Аналардан пайғамбар шықпағанмен, пайғамбарым туып бергенсіңдер. Сөздің басы бисмилля Алла болса, түйіні ана болы хақ дед қашанда. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, пайғамбарда Мұхаммед ананы зор санаған. Аналар бір қолмен әлем тербетсе, бір қолмен бес тербеткен. Осындай апаларымызға, аяулы аналарымызға, халқым шапалаған аямаған деп, апамыр қошеметті қойыңыздар деген естеміз. Рұқсат болса, мен өзім бір дұрыстап бір танысып кетейін ардақтырайын. Мына мен өзім, Мәшһүр Жүсіп Көпей атындағы сыйлықтың жеңімпазымын. Рахмет. 2008 жыл өткен шабыт байқауының дипломантымын. 2010 жылы Ресей қаласында өткен тіл байқауының гран-при иегерімін. 2013 жылы Шымкент қаласында өткен тіл байқауының гран-при иегерімін ардақты ағайын. Мінеке ардақты ағайын, осылардың бірінде ала алмай жүрген Айболат балдарыңыз мен болам ардақты ағайын. Bir şabalak sokmay koy kutu olsun. Ay tamaşa. Kaz eken toy жасауға шебер екен. Еңселі елді көрсен елің етем. Қазақтың маңдайына тойды жазған жаратқан ем деген керемет. Қаз екен бір-бірінен қал сұраса, мал жаның аман ба деп келеді екен. Өзің қалайсың деген сұрағына, сен қалайсың деп жауап береді екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын деген екен. Ассалаумағалейкум менен болсын, уағалейкум деген үлкендерімізден қуаныш, қошемет, қаттырақ болсын деген. Бір батай берейін баршамызға. Бір қолдарын жайыңыздар. Кімдегім қысқа да нұсқа сөйлейді, 105-ке келсін, әумин. Asıl eşim, asıl eşim ansağan, sağınışım sar ormanda samsağan. Özün barda kısılmayman gönlümde, şılavlada kısılmayman sen barda. Баяғыда бір өсекші жеңгеміз айтып жатырдық. Мен негіз өсекші емес едім, бірақ біреуден естіген әңгімені біреуге жеткізу, ол менің азаматша борышым депті. Еш рұқсат болса, менің борышым, асабалық борышым, осындағы құрметті қонақтарымыздың есімдерін ескере, асабаның алтын түрін шағырып тамаша тілек ниетін аяулы ағамызға ақтарту ардақты ағайын. Еш рұқсат болса, ортаға шақырайын, кереметі екінші дастархан төрінде отырған. Бірі кластасы болса, бірі кереметтей Құдай қосқан көршілері. Ашуыңызды базыңыз апа, өтчағым апа. Құдай, кеңіс жүсіпті апа деп айтып қойғасың, қыз сияқтысыз я. Бір елуді қоссаң жүзі болады, осындай апаларды мақтай берсең қыз болады дейді. Тамаша кереметтей мінеке ортаға шығып, Момбыралып билеген апама приз. Мынау сізге апа. Қабыл қарсаңыздар бүгін тойын көріне тамаша керемет әсеменің авторы қуанышты бөлінішке отқан. Bir шабалақ соқпай.
апаларымызды ортаға шақырайық. Келіңіздер, құрметті қонақтар, ортаға билеп шығайық. Вау! Жақсы билеген қонақтарға апалар келеді. Үлкені кім? Атың кім? Андиан. Өскенде әскерге барасың ба? Иә. Қазақстанды қорғайсың ба? Иә. Өзбекстанды ше? Жоқ. Жоқ деп қойды. Қазір оларың біледі, мыңда бір рахмет. Ал, бірінші тәнге келді. Бата, екінші тәнге кездескенше, пока. Сіздер үшін тамаша семендер. Ал, биле. Қазақ бие Айша би ансамблі шағын келеді. Қолдан келсе шапалақтарын сылдырып қойыңыздар. Айша би ансамблі. Сұрақ туындап тұр. Бүгінгі той сіздерге ұнады ма? Ұнады. Жоқ, ұнамаса айтыңыздар, тағы бастайын. Бәрекелді апа. Мен енді апа сізге айтар бір тілегім бар. 25-те қыздаймын деп, 50-де тасты бұзған мұздаймын деп. 60-та өмірден түнілмеңіз, тәтсіздіктен қышқылдың тұздаймын деп. 70-тен желіп, 80-ден сегіріп, 90-нан тоқтамай 100-ге жеткенде дүйім жұртқа айтыңыз, мен әлі қыздаймын деп. Бір апама шапалақ қойайық. Рахмет апа.